Көп адамдар ойлайды, дінге келгені баласы бишаралық деп. Дінге келмегені бишаралық та баланың. Ол дінге келмеген бала бір күні наркоман болуы оп-оңай. Бір күні біреуді пышақтап қоюы оп-оңай. Бір күні қызға зорлап кетуі оп-оңай. Бір күні бір ауруға ұшырауы оп-оңай. Ол бүкіл нәрсеге, өйткені қаптап жатыр қылмыс деген. Шайтан қайын деп жатқан жоқ. Бір үлкен ағамыз өкіметте істейтін, ислам дінін қабылдап 5 уақыт намаз оқитын, сол айтады: менімен бірге жұмыс істейтін қызметтегілердің бәрінің қорқаты баласы мен қызы қашан наркоман, қашан жезөкше болып кетеді деп қорқады дейді. Кәдімгі уайымдайды дейді. Бірақ мен қорықпаймын дейді. Өйткені балам мен қызым намаз оқыды дейді. Содан кейін өмір өзгерді дейді. Арақ ішпейді, дискотекаға бармайды, кітап оқиды, компьютерді игерді, жақсы болды, дұрыс болды, мен қорықпаймын дейді. Сол үшін қазақтың бір сөзі бар етін: Құдайдан қорықпағаннан қорық деген екен. Аллах Тағала баршамызды кешірсін, ізгілікке бастасын. Аллах Тағала бізді туралыққа, осы иман менен бақытты қылсын, ислам үстіндегі өмірге алып келсін. Және біліңіздер, ислам дінін ұстау ақыр заманға қарай қолда шоқты ұстағанмен тең болып қалады дейді. Сен осы хақ жолды ұстап жатсаң да біреу жеп көретін біреулер бар, түсінбейтін да. Біреулер бар да. Неге орамал тағып алдың? Айтпайды көшін, неге кіндігің ашылып кетті деп айтпайды да. Неге орамал тағып алдың дейді. Таң қаласың. Сен неге намаз оқып жүрсің дейді. Неге намаз оқымай жүрсің деп айтса, нормальный да сұрақ. Неге намаз оқып жүрсің дейді. Осындай да сұрақ болады екен. Өздері білмейді не айтып, не қойып жатқан. Баласы қазір әкесіне: әке, арақсыз той өткізейік десе: ей, жындысың ба дейді. Арақпен той өткізу нормальный да. Біреу айтқандай: достық үшін деп арақ ішеді, төбелеседі дейді. Денсаулық үшін деп ішеді, бүйрегі келеді дейді. Наоборот істейді дейді. Бәрі наоборот істейді. Естесің біреу айтса, ол адамдар ненормальный сияқты да. Өзі нормальный сияқты.